Педиатрия тарихы. Педиатрия балалар ауруларын зерттейтін ғылым саласы болып табылады. Педиатрияның дамуы 19 ғасырдың екінші жартысында педиатрия өз алдына ғылым саласы ретінде дами бастайды. Оның дамуына үлкен үлес қосқан ағылшын дәрігерлері Кадоган мен Армстронг болады. 19 ғасырдың аяғында Парижде педиатрия мектебі ашылады. Ол бүкіл Еуропаға педиатрды дайындайтын орталықтың негізін қалайды. Ал Ресейде 1866 жылы орыс педиатры Толстой алғаш рет педиатрия клиникасының негізін салады. Бұл Қазақстанда педиатриялық зерттеудің басталуына себепші болады. Оған Авенированың бастамасымен педиатрия кафедраларының негізі қалана бастайды. 1933 жылы оның басшылығымен Қазақ медицина институты педиатрия кафедрасы ашылады. Мұнда туберкулез, безгек, кул, тағы басқа аса қауіпті балалар ауруларына қарсы шаралар іздестіріледі. Қазір зерттеу жұмыстарымен педиатрия, бала хирургиясы ғылыми орталығы, сондай-ақ республикамызда медициналық академиялар шұғылданады. Республикада травматология және ортопедия саласында туа біткен аномалия, асқазан ішек жолдарының бұзылуы, өкпе хирургиясы, реанимация және белсенді терапия мен емдеу әдістері жетілдіріледі. Бұған Ормантаев, Қошақанов секілді ғалымдарымыз бірден-бір септігін тигізеді. Операциядан кейінгі ішек резекциясының сақтану жолдарын Аханзарипов зерттейді. Ал Майлыбаев, Мәжібаев секілді ғалымдарымыз хирургиялық коррекция тәсілдерін жетілдіреді. Қазір педиатрия саласы бойынша республикамызда ғылыми орталықтар құрылуда. Онкогеметиялық орталықта тұңғыш рет балалардың жедел лейкоз, апластик, анемия және қатерлі қан ауруларын емдеуде жаңаша бағдарламалар енгізілген. Бұған еңбек сіңірген Омаров, ал неонатологиялық орталықты қалыптастырған Чубаков болған. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.